Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен кешкі асқа немесе түскі асқа өте жеңіл әрі көрінісі дәмі ерекше болып шығатын тамақ түрін ұсынғым келіп тұр. Әсіресе баклажанды сүйіп жейтіндер үшін таптырмас рецепт. Ең алдымен жұмысымызды баклажанды жуып тазалап алудан бастаймыз. Және де пышақтың көмегімен осылай ортасына теңдей етіп бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен орталарын кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп алғанымыздан кейін барлық баклажандарды листімізге орналастырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, қолымыздың көмегімен барлық жеріне тигізіп жағып шығатын боламыз. Барлығына осылай теңдей етіп жағып алғаннан кейін үстіне өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер пайдаланасыздар. Мен мұнда тұз, қара бұрыш және де қызыл тәтті бұрыш пайдаландым. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста жарты сағат 40 минут пісіріп алатын боламыз. Ол арада ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Ішіндегі салмасына аздаған май, үстіне пиязды салып, фаршымызды салып, қуырып аламыз. Кішкене қуырып алғаннан кейін үстінен тұз, қызанағымызды және де томат салып, араластырып 15-20 минутқа бетін жауып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Ол арада біздің баклажандар дайын болып қалады. Дайын баклажандарды вилканың көмегімен осылай орталарын езіп шығатын боламыз. Осылай барлық жерін теңдей етіп езіп алғаннан кейін үстіне ішіндегі салмасын дайындап саламыз. Барлық баклажандардың үстіне осылай салып шығасыздар. Бұл бізде уже піскен фарш. Және де үстіне әдемілік үшін осылай сырды үкіштен өткізіп, немесе моцарелла сырларын қойып, қалауларыңызға қарай әрлеп аласыздар. Сырды қойғаннан кейін 5 минут шамасында духовкада пісіріп аламыз қайтадан. Үстін қалауларыңызға қарай әрлеп аласыздар. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Гарнирге өздеріңіз қалауларыңызға қарай күріш немесе пюремен пайдаланып ұсынсаңыздар болады. Ал бізге ас болсын. Каналыма тіркеліп, сіздер де жасап қарасаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.